Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге майонезсіз салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің YouTube парақшама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар ол қызанақ, 2-3 қызанақ, 2 қияр және де жарты тәтті болгар бұрышы және де қайнатылған ет қажет. Енді қиярымыздың шеттерін осылай кесіп алып тастаймыз міндетті түрде. Және осы қиярымызды осылай әдемілеп турап шығамыз. Қалағандарыңызша турасаңыздар болады, ұзынша салон кетіп турасаңыздар да болады. Қиярымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға салып, енді қызанағымызды да керек емес жерін алып тастаймыз да осылай әдемілеп дәл видеодағыдай турап шығасыздар. Ірі кетіп турасаңыздар да болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Енді қайнатылған етті қуырудың қажеті жоқ. Осылай суға қайнатып алсаңыздар, дәмі өте күшті, свежий болып, әдемі болып тұрады. Менде бұл жылқының еті 200 грамм ет жеткілікті. Егер көп қосамыз десеңіздер, көбірек қайнатсаңыздар да болады. Етімізді енді турап болғаннан кейін үстіне 3-4 қасық, осындай 3 қасық жеткілікті соевый соусымызды қосып сіңдіргенше осылай араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. Ет пен соевый соус бір-біріне әдемілеп сіңіп тұру үшін. Енді етіміз дайын болғанша тәтті бұрышымызды осылай кесеміз. Жартысы жеткілікті. Соломка ұзынша етіп кессеңіздер де болады. Және де бір тіс чеснок, яғни сарымсақ қажет, оны да осылай жұқа етіп турап шығамыз. Енді табамызға майымызды аздап құямыз да, тәтті бұрышымызбен сарымсағымызды 5 минуттай қуырып аламыз да, қызанағымызбен қиярымыздың үстіне қосамыз. Енді мен салатный листья қостым, 3-4 жапырағы жеткілікті, осыны 4 етіп турап қостым. Көбірек қаласаңыздар, сәл көбірек қоссаңыздар да болады. Қалағандарыңызша аскөк, укроп қоссаңыздар болады. Мен мұнда етті қостым. Енді барлығын қосып болғаннан кейін соевый соустың 4-5 қасығын қосасыздар да жақсылап араластырамыз. Және де кристальный тұз немесе китайский тұз дейді, соны да дәміне қарай қосуды ұмытпаңыздар. Салатымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Свежий күйінде жеуге сіздерге кеңес беремін. Салатымызды осылай араластырып, бір тұзы мен соевый соус сіңгенше 5 минутқа қалдырып қоямыз. Енді осыны тарелкамызға саламыз. Барлығын салып, дастарханға әдемі етіп ұсынсаңыздар, өте дәмді салат. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.